Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирімізді одан әрмен жалғастырамыз. Бүгінгі бізде қонақта облыстық көзі көрмейтін және көздері нашар көретін азаматтарға арналған кітапхана басшысының орынбасары Қуантаева Ләззат Серікқызы келіп отыр екен. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Көңіліңіз қалай? Төлі жақсы. Саумыз. Жалпы кітапхана жайлы қазір әңгіме өрбітеміз. Өзіңіз кітапханаға қалай келдіңіз? Жалпы тарихын бастап жіберіңіз. Ең қызығы, мен кітапханада 15 жыл болды келгеніме. Осы кітапхана жұмысы маған өте ұнады. Мектепте істеп жүргенде айттым, осы мен кітапханашы болғым келіп жүр, кішкене мамандықты өзгертемін деп. Бала кезден дейсіз ғой? Жоқ, бала кезімнен мен өзі шығармашылық табысым бар, қабілетім, өлең айтам, былай шығаратын бір нәрсем бар. Енді қарасам, кітапханашы мамандығы сондай, енді шығармашылыққа жақын екен. Соған ұнап қалды да, өзім сол жұмысқа міне 15 жыл болды істеп жүрмін. 15 жылдан бері кітапханашы болып жүрсіз ғой. Жалпы кітапхана, осы сіз жұмыс істейтін кітапханада кітап қорығанша дәл сол кітапханаға 15 жыл бұрын келіп отырсыз ғой сонда, иә? Осы кітапханаға келгеніме 9 жыл болды. 9 жыл. Одан айттым ғой, мектепте істедім кітапханада, сосын қалалық кітапханада істедім, сосын осы кітапханаға шақырғаннан кейін осы кітапханаға келдім. Өйткені мына жерде енді өзіме шығармашылық табысқа үлкен жол ашылды. Неліктен десем, осы кітапханада ерекше адамдар мен жұмыс істейміз ғой, көзі көрмейтін және нашар көретін адамдар. Енді естіп жатсыз ғой, олар енді өздері шығармашылықтары мол кісілер, өздері өлең шығарады, әнді де қосып жүреді, көзі көрмесе де макраме деген өздерінің енді өте талантты кісілер. Соларға қарап бізде ұмтылысымыз үлкен соларға қарап. Енді біз одан кем болмаймыз, біздің аяқ қолымыз толы бүтін болғаннан кейін. Енді кітап қорын айтсақ, 67 мыңнан аса кітап қоры бар. 32 мыңы соның ішіндегі әдебиеттер дыбыстандырылған. Енді электрондық басылымда 1,5 мыңы бар. Сол енді сондай арнайы кітаптарға көп көңіл бөлеміз. Нүктелі бедерлі шрифтімен. Сонда басым көпшілігі дыбыстандырылған болып отыр ғой? Иә, қазір енді өзіңіз оларға енді магнитофондар береді. Сол магнитофон арқылы, тифло магнитофон дейміз. Сол арқылы өздері көзі көрмесе де, көбі білмейді ғой мына нүктелі бедерлі шрифтті. Сол арқылы естиді. Енді олар енді естиміз демей айтпайды, оқимыз дейді. Сонымен көп оқиды. Біз енді кітаптарды үйдерге де тасимыз. Көбінесе олар көзі көрмесе де басқа аурулары да бар ғой. Сонда әр бейсенбі күн машинамен сол кітаптарды апарамыз. Өздеріңіз таратып апарамыз? Өздеріміз таратып үйлеріне апарамыз. Келетін де бар азаматтар. Тасымалмен әлі де жұмыс істейміз. Тек қана осы кітапханада тасиды кітапты. Сонда олар сіздерге хабарласып отырады ғой, иә? Бір жұма бұрын хабарласады, міне кітапты оқып болдық, алып кетіңіз. Сосын қандай кітап әкелетін, біз енді әр оқырман, біз ерекшелігі тағы осы кітапхананың әр оқырманмен жеке жұмыс жасаймыз. Олардың қызығушылықтарын білеміз. Біреу фантастиканы оқима, біреу тарихты оқима, біреу жай енді тағы бір нәрсемен айналысама. Соған байланысты кітаптарды теріп жинап қоямыз. Кітаптар біздің бір кітап мынандай міне бітті болса, олардың осы кітабын шығарғанда нүктелі бедерлі шрифтің 5-6 болады. Енді мен сізге бір үлгілетінді айтайын, қан мен тер кітабы, жай қан мен тер, сіз біреуін оқысаңыз қазақша, ол кітапты оқу үшін 16 кітап нүктелі бедерлі шрифтің. Соны орап, бізден өзі кітапханашыларым үйлеріне апарады. Біздің кітаптан ерекшелігі басқаша. Керемет, жалпы күніне қанша оқырман келеді? Күніне енді былай санасақ, бір 20-30 оқырман келеді. Олар енді кітап оқуды өздері жақсы көреді. Айтып жатыр ғой, кітаптар жабылып жатыр, кітаптар оқымайды деп. Біздікі басқаша. Бізде енді қазір коворкинг орталығы ашылды осы жылы. Мақтанышпен айтатыным, республикада осы арнайы кітапхананың арасында біз бірінші аштық осы коворкинг орталықты. Енді сол орталықта өзі мүгедек оқырман Сәуле Нұриманова макраме үйірмесін ашты. Көзі көрмейтін қыз макрамен айналысады. 29 жасында қант ауруынан ауырып, көзінен айырылып қалды да, күйеуі бірге отырып интернеттен ананы үйретті. Соны өздері көз жауып болса да санап отырады, соны әдемі, сондай макрамеден жасалған қызық нәрселері болады. Сол енді айтты, осындай орталық ашылды ма, мен осы орталықта үйірме ашайын деп. Көрдіңіз ба? Сол үйірмеге дүйсенбі күні, сенбі күндері келіп отырады, 10 адамдан. Өздері енді қызығушылықтар көп, біреуі айтады, енді Лилия алсақ, ол әр түрлі өлеңдерді өзі айтады. Украинша, ағылшынша,
түркменше өзі былай енді тыңдап Тыңдап отырып жаттайды ғой. сүйемелдеп өзі жаттап алады. Көзіміз өздерінің қызығушылығы енді қайда барады? 4 үйді қабылып отырғанша бізге келген жақсы ғой. Әрине. Біз оларға енді біз тағы да айтатын біз ерекше жұмыс жасаймыз оқырмандармен. Әр кісімен былай жай кітапханаға келгенде кісілер өздері таңдап алады ғой кітапты. Біз жай кісі келсе де, өзіміздің мүгедек келсе де, өзіміз таңдап береміз. Ол әдет болып кетті. Ол үйреніп қалған нәрсе. Керек болса өзіміз қай жерде, қай бетінде екенін айтып береміз. Ол енді әдет, ол енді жақсы әдет деп ойлаймын. Әрине. Сіздерге көбінде қандай бағыттағы кітаптар оқиды? Әдебиет оқимын. Әдебиет көп өтеді. Иә. Тарихины жақсы, тарих түрінде кітаптарды өте жақсы көреді. Керемет. Жалпы өзіңіз кітап оқисыз ба? Кітапты енді оқығанда тек қана көп кітап оқуға уақыт жоқ. Өзіңіз білесіз енді ақпарат бересің. Қазір заманауи технологиялар көп қой. Ана жерден, мына жерден келеді, толық қазір тез деп айтқандай. Енді былай өзім кітабым ретінде енді Мұқағали Мақатай. Иә, Қадыр Мырза Алидің жай нақты сөздерін ғана пайдаланып отырам. Кейбір кезде былай енді керек кезінде деген сияқты. Керемет. Жақсы, кітапханада адамдар енді келіп отырады дейсіздер ғой, мысалы өздеріңіз көмек көрсетесіздер, иә, кітап тауып бересіздер. Ал бүгінгі әкеліп отырған кітабыңыз Бұл кітап емес, бұл енді статистика ғой, республикада жүргізген. Бүкіл республикалық арнайы кітапханалардың статистикасы. Тек қарап отырғанда, былай салыстырғанда, біздің кітапхана 2-3 орында болып жүреді. Республика бойынша арнайы кітапханалар арасында. Осында қарағанда тек осы статистика бойынша. Сол енді мақтанышпен осы кітапты алып жүреміз. Сіз енді жалпы зағип жандар дейді, енді көзі көрмейтін адамдар, көзі нашар көретін адамдар кітапхана қызығушылығы бар екен. Ал қазіргі жастарымыз олардың кітапханаға қызығушылығы төмен сияқты. Қалай ойлайсыз? Енді айтам, бізде енді қызығушылық клубта бар. Бітті балаларға арналған, балапандарға, балабақшадан бастап, енді мектеп жастағы балаларға дейін. Сол үшінде өзі осы біздің павлодарымызда номер 82-ші балабақша бар. Көз нашар көретін балаларға арналған. Солар арнайы мектеп-интернат міне біздің кітапхана арқылы арнайы мектеп-интернат 5 жыл бұрын ашылды. Біздің кітапхананың басшысы Жамал Киянкиновна, ол сол мұғалімдерді осы нүктелі бедерлікшілікпен жазуға үйреткен. Қазір міне сол кітапханада, сол мектепте де жұмыс істейді. Біздің кітапханада істейді, сонда да жұмыс істеп отырады. Көрдіңіз бе? Енді айтсам, жастарды бізде «Найди себя» деген жастар клубы бар. Мен ақырын осылай кете берейін. Оның ішінде жастар үйі бар ғой мұндағы. Жас қанат, жас ұрпақ, жас дәурен деген. Одар кішкене, оның ішінде мүмкіндігі шектеулі жастар бар. Содан ата-аналардың қамқоршылығына айырылған жастар бар. Солармен жұмыс жасаймыз. Міне көрдіңіз бе? Солармен жұмыс жасағанда бізге де келеді олар. Енді тағы былай көтеріле берейік жас бойынша. Енді үлкендерге арналған тағы да муза деген клубымыз бар. Ол клубы шығармашылық қабілеті бар адамдардың клубы. Олар өлеңдерін жазады, сол шығармашылық табыспен. Енді шабыт деген қазақ тілін насихаттайтын, сосын біздің Қазақстандағы ұлттардың дәстүрін насихаттайтын клуб. Енді 17-ші жылы осы біздің кітапханада өздерінің оқырмандар сұранысы бойынша білгіштер клубы ашылды. Неге біз басқалардан кембіз бе? Біз де осы не қайда қашан деген ойынды ойнаймыз деп. Міне қазан айында ашылғанда біз 5 ойын өткіздік. Астанамен, Өскеменнен 2 рет. Бір рет одар қалып қойды, екінші рет бізді жеңді. Айтады, ойнаймыз сіздермен деп. Астанамен, Өскемен, Семеймен де өткіздік. Көрдіңіз бе? Міне айтатыным осы кітапты оқимыз деген жастар соның арасында көп. Осы мүмкіндік шектеулі адамдардың арасында. Қазір Сабиев деген бір бала бар, ол міне жоғары мектепте оқып жатыр. Біз оған өзіміз оқып береміз. Көзі нашар көреді, нүктелі бедерлікшілікті білмейді. Сонымен біз оған диктофонға өзіміз библиотека шеттеп кітапханашы оқытушы. Соны осылай оқып отырамыз. Соны ол естері өте жақсы түгелін естеріне сақтайды. Сезімталы өте жақсы. Естеріне түгелін жақсы сақтайды. Соны оқып береміз, солай міне жоғары білім алып отыр. Көрдіңіз бе? Бізде осы біздің кітапхана арқылы жоғары білім алған кітап оқырмандар көп. Сондай жұмысты жасаймыз. Жақсы, шығармашылық деп жатырсыз ғой, жалпы кітапханада белгілі тұлғаларға арналып бір арнайы кештер өткізді ме? Ол енді белгілі тұлғаларға арналған әр кітапханада өткізеді. Енді біздің ерекше өзіміздің
ерекше шараларды атап өтейін. Енді айтамыз ғой, әдебиеттерді насихаттаймыз, кітаптарды насихаттаймыз деп. Енді бізде ол да түгел өткізеді. Үлкен тұлғаларды, ақындарды, қоғам қайраткерлерді, жазушыларды ол туралы айтып отырамыз. Одан басқа өзіміздің ерекше, біздің тек қана біздің кітапханада өткізетін шараларды айтайын. Айтсам, енді 10 жылдан бастап мүгедектер әлеміне көз салайық деген акцияны. Мен өзім сол акцияны Ресейден оқып, соны міне осында ол менің программам деген сияқты бағдарламам. Оны мақтанышпен айтайын. Соны міне жыл сайын 1 рет болса, 2 рет болса өткіземіз. Оның енді мақсаты осы мүгедектердің шығармашылығын насихаттау. Соны жазғанда тек қана өлең айтып, би билемейді. Оның ішінде осы жаңағы балалар түгел қатысады. Оның ішінде біз тағы да ана қол өнерін көрсетеміз. Қол өнерін. Сосын ана жерде кітаптан шығарған кітап көрмесін ұйымдастырамыз. Соны екі түрде жалпы басылымда осындай айтады, жалпы басылым деп. Нүктелі беделі шрифтпен. Өзіміз соны шығарамыз жылда 1 рет осы Зағип ақындардың шығармашылығы деп. Көрдіңіз ба? Осындай бізде. Сосын тағы мектепке жол деген акцияны олы енді қоғамдық бірлестіктер өткізеді. Және мектепте. Бізде осы біздің кітапханада осыны өткіземіз. Өйткені бізде сондай балалар көп, сондай ата-аналар көп, өздері де мүмкіндік шектеулі, баласы да мүмкіндік шектеулі. Сосын өздері көп балалы. Өзіңіз білесіз, енді оларға көмек көрсету керек. Сонда қоғамдық бірлестіктерден осылай көмек сұраймыз, демеушілік көрсетіңіз деп. Осындай акцияларды бізде ғана өткіземіз, көрдіңіз бе? Тағы бізде өзіміздің радио хабарымыз бар, Шамшырақ деген. Міне қаңтар айында оған міне 10 жыл болады. Тағы да солай осы азаматтарымыздың, өзіміздің мақтанатын азаматтар, республикада 1-ші орын алатын азаматтарды насихаттап, осы оқырмандарымыз арасында тағы радиоға шақырып, олар сол радиода қатысады, солар туралы айтамыз, олар ол радио хабарды тосады. Айтамыз ғой, енді олар бұлай оқымаса да жақсы тыңдайды. Сонымен радио хабар өте қажет. Радио хабардың, енді облыстық радиоға 1000 рахмет, бізге сондай мүмкіншілік беріп атқанға, осындай хабар жүргізге. Тағы да енді өздері міне 25 жылдан аса өздері ұйымдастырып шығарған шараларды біз енді оны сонда жалғастырып жатырмыз. Праздник урожайын, дән мерекесі. Олар айтады, бізде дачалар бар дейді, көзі көрмесек те бізді жыл сайын оны өткіземіз. Сосын өздері көрсетеді, мақтанат сайыс жасаймыз. Кімдікі қандай өсті, қандай дән шықты, кімдікі үлкен, кімдікі тәтті, кімдікі әдемі деген сияқты. Көрдіңіз бе, олар енді ешкімнен кем емес. Мен айтамын, осы мүмкіндік шектеулі азаматтардың арасында осы көзі көрмейтіндер ең жақсысы деп айтам. Олардың сезімдері өте үлкен сезімтал адамдар. Керемет. Талантты дейсіз. Талантты, өте талантты. Қымбатты телекөрермендер, біз тікелей эфирімізді одан әрмен жалғастырамыз. Бүгінгі бізде қонақта облыстық көзі көрмейтін және көзі нашар көретін азаматтарға арналған кітапхана басшысының орынбасары Ләззат ханым. Сұхбатымызды жалғастырайық. Жалпы Ләззат ханым, оқырмандарды тарту мақсатында енді қандай шаралар жүргізесіздер? Жалпы шара туралы айтыңызшы. Бүгін өткен және алдағы уақытта қандай жоспарлар бар, осыған тоқталып өтіңізші? Міне жуырда ғана жанұя мерекесі болды Қазақстанымызда. Бізде жанұя мерекесі өте қызық болды. Кісілер келіп өзі сайыстарға қатынасты. Ең мықты, ең шығармашылық, ең қызықты деген осындай медальдарды бердік. Енді басқа нәрсе не береміз? Өздері шайын әкеліп осы коворкинг орталығында отырып, бір жанұя болып, біздің кітапхана, біздің екінші үйіміз дегеннен кейін өзіміз де солармен бірге бір жанұяның адам болып түгелі бір отырып, сондай жақсы, қызықты, жылы отырыс болды. Енді жуырда болатын тоталды диктантқа біз қатынасамыз. Сосын енді 25 күні жастар орталығында Зағиптар әлеміне көз салайық акциясын өткізейін деп келіңіздер, көріңіздер деген сияқты. Енді ана кісілерді насихаттап шақыру дейсіз. Бізде ондайға қажеттілік жоқ деп кісілер біздің оқырмандар өздері келеді. Білесіз ғой, үйде отырғанша бізге барып қызықты өткізу, кітап оқу деген олған не жетсін. Жалпы өзіңіз кітапханашы болудың қызығы мен шыжығы туралы айтып өтіңізші. Кітапханашы маманы өте қызықты, өте шығармашылық маман. Өзім осы айтатыным
Енді кітапханада қыздар ойлайды, вот жаңа келген қыздар ойладық, тек қана кітап беріп отырамыз, бір нәрсені жазып. Жоқ, түрлі сценарийлерді жазамыз. Енді айтып отырмын ғой, ана қызығушылық клубтарға байланысты әртүрлі мерекелер, шаралар өткіземіз. Міне балалар қорғау күніне өзіміз дайындалғанда өзіміз кейіпкерлер боламыз. Мыстан кемпір да боламыз, қонжық та боламыз, аю да боламыз. Енді қызық осылай кейіпкерлер боламыз, сонымен өткіземіз. Балалармен қарым-қатынас еткенде енді өзі бала болу керек қой. Үлкенмен қарым-қатынас еткенде өзінде енді кішкене үлкен кемпір сияқты да киінеміз, өзіміз енді жасқа келсек та. Енді жай орта жасты болса, олармен де жас болып кетесің, ойнап билеп кетесің. Жан-жақты өздері де сондай. Шығармашылығын айтсаңыз, өзіміз әшекейлейміз, суретті де өзіміз саламыз. Міне Наурыз мерекесіне осы тек қана біздің кітапханада сондай ғана мереке өткен шығар. Әйел қонақтарымызды, еркектер оларға сыйлық ретінде гүлдерін, өз қолымен істеген гүлдерін бердік. Олармен бірге біз 150 раушан гүлді істедік. Соны бірге отырып, сосын оларды сыйладық. Біздің ер азаматтарымыз концерт қойды. Сол өз солардың арасында. Мүмкіндігі шектелу. Өте қызықты болды. Осылай енді тырысамыз, қызықты, заманауиға ұқсас, ешкімге ұқсамайтын сияқты. Енді оларды енді топ келіп, бізге келгісі келгендей. Өздері звондап тұрады, телефон шалып. Неге кеше шақырмадыңыз, мен ұмытып кеткен шығармыз. Звондаған телефон шалғанда үйде болмаған шығарсыз деп. Бізде ондай жоқ. Кісінің басқа жақтан біреуді шақыру, өзіміздің оқырмандарымыз жетеді. Өздері келеді. Өздері келеді. Әрине қызығушылықтың арқасында келіп отыр ғой. Жалпы кітапханадағы қызметкерлердің саны қанша? 12 кітапхана ғана, 12 кітапханашы ғана істейміз. Енді тағы бір айтыным, енді Брайль нүктесімен біздің енді өзінде осындай курстарымыз бар. Брайль нүктесімен үйретін және компьютерлыққа үйретін. Мүмкіндік шектеулі азаматтарды осындай нәрсеге үйретеміз. Сол бойынша осы президент күніне арнап жыл сайын міндетті түрде сондай сайыс өткіземіз. Брайль нүктесімен жазу білетін және оқитын деген. Жаңа ғана оқып бітірген осы. Бір жылда, жартайда жаңа ғана үйренген кісілерді сол бойынша біз сайыс өткіземіз. Қазіргі кезде дайындалып жатыр ма? Иә, қазіргі кезде дайындалып жатырмыз. Міне 30 ноябрьде өткіземіз. Өйткені бірінші желтоқсанда демалыс күні ғой. 30 қарашада жыл бойын осы дәстүрге айналған. 6 жылдай болды ғой деймін осы сайысқа. Осындай қызықты әртүрлі шаралар бізде бар. Жалпы жақын маңдағы мектептермен жұмыс жасайды екенсіздер. Сол туралы айтып өтсеңізші. Енді тек қана мүмкіндік шектеулі азаматтармен, тек қана көзі көрмейтіндермен емес, әртүрлі санадағы мүмкіндік шектеулі азаматтармен де санасаймыз. Арбада отырған кісілерді жуырда ғана болды. Олар өздеріне қызықты, бізге келгені машинамен әкеледі. Жақсы дейді осындай жерге келгеніміз деп кеше ғана осылай айтып кетті. Енді маңайдағы оқырмандар да келеді. Сол маңайымызда 24-ші мектеппен қарым-қатынасымыз тығыз. Сол мұғалімдерді, оқушыларды жақсы білеміз. 25-ші мектеп, 42-ші мектеп, содан 39-ші мектеп. Көп жұмыс жасайтын кезіміз осы жаздық каникулда, жаздық демалыста. Сонда біз экскурсияларды көп өткіземіз. Сонда балалар түгел ана құралдарды ұстап таңғалады. Енді ол түгел қызық қой. Кітаптары деген сияқты олардың. Сосын енді жазатын, ол біз айтамыз, ондай ручка емес, қаламсап емес, олардықы грифель дейміз, біз сияқты. Соны мен тесіп жазады. Соны көрсетеміз сол кезде қалай жататын. Сосын үлкен лупа бар, үлкейтетін. Сосын дыбыстандырылатын кітап бар. Кітапты былай қойғанда озвучено дейді. Соны мынау оқиды. Болады ғой, кейбір кісі өзі келіп, өзі отырып, ананы қосады, өзі оқып отырады соны тыңдап. Ол түгел қызықты мына балаларға. Енді тағы бір айтатыным, тек қана біздің кітапханада өтеді республика бойынша тифло комментариймен көрсететін, тифло түсініктемен көрсететін фильмдер. Оны да Ресейден көріп үлгеретін артық. Бізге бір депутат Қоныров деген мәжіліс парламентін депутат. Осы үлкен теледидар сыйлалған. Сол арқылы сол тифло комментариймен деген сол киноны көрсетеміз. Қазір ғана Қазақстанда ол жаңа ғана басталып жатыр. Біз кітапханада өзіміз ана жерде мына жерде таңдап іздеп жатырмыз. Қазақша фильмдер әлі жоқ. Сонымен осындай қызықты шаралар өткіземіз. Жақсы, соңғы сұрақ болсын. Жалпы кітапханадағы кітап қоры жеткілікті ме? Енді жеткілікті болмаса да, сондықтан біз 67 мың дейміз ғой, асайынды. Сонда да біз өзіміз дыбыстандырылған студияны астық. Көрдіңіз бе? Сол студияда мынау тапсырыс бойынша, ұсыныс бойынша оқырмандардың кітаптарды жазамыз.
бұрынғы кітаптар бұзылып қалған, жыртылып қалған, кішкене тозып қалған кітаптарды ақырын отырып жазамыз. Оларға біз волонтерді шақырамыз. Ондай кісілер табылды. Студенттерді шақырамыз жақсы дауыспен, қазақша, орысша оқитын. Олар сол кітаптарды біз енді үлкейтіп жатырмыз, ақырын жөндеп жатырмыз. Жалпы Ләззат ханым, бізге эфиріміз шектеулі болғандықтан әттең сұхбатымыз аяқтауға тура келіп тұр, әлі талай сұхбат. Бірақ біз барлық мәліметті көрермендерге жеткізе алдық деп ойлаймыз. Қымбатты көрермендер, бүгінгі біздің қонағымыз Ләззат ханымға көптен көп рахметімізді айтамыз. Жұмысыңызға жеміс тілейміз. Әрдайым биік белестерді бағындыра беріңіз. Рахмет, кітапханаға келіп отырыңыздар. Кітапхана білім ортасы дейміз. Тек қана бір 4 шумақ міне. Кітапхана ақыл білім ордасы, кітапхана кітапханың сарайы. Кітапхана ақыл ойдың еңселі, кітапхана сүйем мәңгі мен сені деп осымен аяқтам келіп тұр. Керемет.